Күнәға батқан қыз тағдыры. Қыз бітірді 9-шы сыныпты. Мектеп берер бар білімді шынықты. Ендігі іс жас ғалым боп қалаға оқу керек деп шығарды қылықты. Көзінен еш таса қылмай өсірген қызын қимай тұрса дағы атана, 11-ді ауылды оқы десе де, қызы жылап дейді оны атама. Қыздың ой келеді оқығысы, білім нәрін көкейге тоқығысы, кітапқа жаны құмар жан болған соң, атанасы келеді оқытқысы. Қыз осылай қала жаққа аттанды, құрбыларға хабар айтып мақтанды, оқуының қасындағы жатаққа дұрыс көрді, қыздарменен жатқанды. Түсті оқуға күн жалғасты қалада, қала әдемі, ұқсамайды далаға, қасындағы құрбылар да көрікті, бәрі таңсық, ауылда өскен балаға. Оқуында озат болды талапты, талабымен көпті өзіне қаратты, ауылда өскен бұрымды қыз жас сұлу, кітап оқып, күні батып таң атты. Дәл осылай білім қуып жүргенде, өмір кенет өзгерді ғой бірдемде. Ойлы бойлы бір жігіт кеп көрікті, есімін кім, сұлу қыз деп күлгенде, бала ғашық болып қалды байқамай, мүлде олай жасамас еді білгенде. Марат атты жігіт еді келбетті, жас сұлуды сезім сөзбен тербетті, сыйға тартып, гүлін күнде аямай, қызым болшы, құшақтайын кел депті. Жігіт 5 жас үлкен еді салмақты, аралатам қаладағы бар бақты, әлі алда 3 жылың бар деп қызға қыдырамыз таста деді сабақты. Қалабағын аралатты асықпай, қызға тәтті алып берді жасытпай. Кино көрді, ролик тепті, ойнады, қыз көңілін ерекше бір тасыттай. Таң атқанда шыққан еді, күн батты. Караоке барып әнін тыңдатты, ауыл қызы ондайды еш көрмеген, қыз жігітті ұнатты ғой тым қатты. Қыз осылай тәспісінен жаңылды, жігіт сүйем деп ағынан жарылды. Махаббаттан бас айналып жүргенде, жатақхана есігі де жабылды. Кеш боп кетті, көрмепті ғой сағатын, еске түсіп жатаққана баратын, алып ұшып екеуі де жүгірді, келгенше тауысты ғой тағатын. Жатаққана ашпай қойды есігін, қыз айтуды, бәрі өзімнің кесірім. Жігіт қызға қасыңдамын, кетпеймін, бір күн ішке кіре алмасаң несі мұң? Таң атқанда ашады ғой есігін. Есік қағып екеуі де тоңады, үйге кіріп жылынбаса болмады. Жігіт айтты, жақын маңда үйлер бар, деп бір бөлме жалға алып қонады. Қызда басқа қалмады еш амалы, сүйгеніне сеніп бірге барады, алғаш рет жалғыз қалып жігітпен, сол жігіттен жүкті болып қалады. Таң атады, бірақ бәрі басқаша, кешегі күн қайталанбас таспаша. Қыз түсінді, пәктігінен айырылды, өкірмейлі тасқаша. Қыз жылады, жастық құшып езіліп, жігіт жатыр, еркектігін сезініп. Ойымдама, үйленеміз бұйыртса, бұйырмаса басқасына кезігіп. Қызға бұл сөз ауыр тиді тым қатты. Кеше ғана адам еді қымбатты. Істегенін мойнымен көтермес, сендей езге қор болдым деп үн қатты. Қыз қарабет болғандығын түсінді. Құптамайды, Аллам мұндай ісімді, деп асылып өлуге қыз бекінді, бұл жалғанда жалғыз қалған секілді. Кешегі қыз бүгін қатын боп қалды, өлем деген жалғыз ойға тоқталды. Сүйретіліп орнынан тұрды да, мең-зеңгүйе өз жатағын бетке алды. Келсе қыздар сабағына кетті, тасқып іштен жауып алды есікті. Кір жаятын жіпті салды мойныңға, тек өлуден басқа түк жоқ ойында. Шықты үстелге, көздің жасын парлатып, жіпті тоқтың сымыменен жалғатып, ойланбастан үстелінен секірді, өлсе бәрін кетереді сорлатып. Көзі аларып, демі бітіп жылады, ойша Алладан кешірімін сұрады. Сол мезетте тоқтың сымы үзіліп, қыз салмақпен жерге қарай құлады. 10 минутта есінен танып жатты, құлағанда басы жерге тиген қатты. Сәлден соң есін жеді есеңгіреп, бір өліп тірілгендей болып жатты. Бар өмірі көз алдынан өткендей, енді ойланды, өз-өзіне кектенбей. Осы сәтте телефоны шырылдады, анасы екен бір нәрсені сезгендей. Қыз алмады, не айтарын білмеді. Оңай соқпас анасына білгені, уайымдама, анашым сұлу қызың сабағынан босай алмай жүр деді. Хатты жолдап алғаш рет алдады.
ата-анасын, бауырларын ойлады. Өліп кетсем бұлардың кінәсі жоқ деп жинады барлық күшін бойдағы. Бауырлары көз алдында күлімдеп, бірі әпке, бірі жүрген күнім деп, қалай ғана қиып кетпек болдым мен, тұр ғой енді өз ісіме жыным кеп. Шешімге келді, енді өмірді отбасы үшін сүрмекке, солар үшін өтірік болсын күлмекке, қара бет боп тұрса дағы алдында қара жер басып жүрмекке. Ой үстінде күн де батты, таң атты, өмір мәнсіз жалғасын тауып жатты. Дәрі ішіп баланың көзін жойды, қаламады некесіз туған бақты. Әлгі жігіт содан ізін суытты, жағдайында сұрамады бір мәрте. Қыз да одан бар көңілін суытты, сөйлесудің өзі онымен бір қате. Енді ол қызға жігіт біткен жек сұрын, ал жігіттер түсінбейді тек сырын. Жігіттермен сөйлету бұлай тұрсын, көшеге де шықпайды ол кешқұрым. Сырт көзге ол сүйкімді қыз кекілді, іштей бейбақ сорлы қатын секілді. Мүмкін бір күн асырармын жетімді, бірақ мүлде тұрмыс құрмайым деп бекінді. Бұл бұзылған жалғыз қыздың тағдыры. Дәл осындай жағдайда емес бұзылғанның барлығы. Сіз бен бізге сезілсе де дүниенің кеңдігі, ал оларға сезіледі тарлығы. Өлеңнің авторы оқыған Әбілхайыр Асылбек.